Міне көптен күткен 11/11 акциясы келіп жетті. Егер де сіз дәл бүгін 1688 сайтынан заказ беретін болсаңыз, доставканың 7000 теңгесін үнемдеуге мүмкіндік аласыз. Оны қалай жүзеге асырамыз? Соны қазір айтатын боламын. Бұл жаңа пост қолданушылары үшін жасалған жеңілдік болып табылады. Сіз ол үшін жаңадан тіркелген қолданушы болуыңыз қажет. Егер де сіз әлі де заказыңызды салып үлгермесеңіз немесе адрестерге алмаған болсаңыз, осы видеоны толық қараңыздар. Алдымен біз мүлде тіркелмеген жаңа номермен туыстарыңыздың, басқа бір таныстарыңыздың номерімен жаңа пост қосымшасын жүктеп аласыздар. Егер сіз бұрын тіркелген болсаңыз, онда жаңа посттың ішіне кіріп настройка басамыз, выход деп шығып кетуіміз қажет. Содан кейін басқа номермен, жаңағы ешқашан тіркелмеген номермен жаңа постты көшіріп аласыздар. Яғни сол жерден сіз өзіңіздің заказыңызға отслежка жасап отырасыз. Енді басты бетке өтеміз де 1688 дегенді басамыз. Кірдік 1688-ге. Бұл жерде менің өзімнің қолданып жүрген номерім тұр. Бұл жерден шығып кетуім керек. Ол үшін мына профиль дегенді басамыз. Магазин деген жазудың жанында мында черточка сызық тұр, соны басамыз. Ең астына түсірсек, мында ең астында сары жазу тұр, оранжевый. Соның үстінен басамыз. Бұл аккаунттан шығып кету дегенді білдіреді. Екінші жазуды басамыз. Болды. Біз өзіміздің тіркелген аккаунтымыздан шығып кеттік. Енді басқа номерді тіркеуіміз қажет. Күтеміз кодтың келген. Кірдік. Басты бетке өтеміз. Скидка на доставку дегенді басып көреміз. Болды, маған 7000-ға доставкасына жеңілдік беріп тұр. Получить деп басамын. Алынды. Осылай оп-оңай 5 килограммға дейін товардың доставкасын төлеп алуға болады. Енді доставканың жеңілдігін алу үшін сіздермен бір товарды таңдап сатып алайық. Мысалға, мына товарды аламын. Әдеттегі товардың түрін, түсін таңдаймыз. Мына түрін таңдадым. Енді оплатаға өтеміз. Новый адрес деп басамыз. Ең төбесінде толық адрес, атыңыз және де телефон номер жазылады. Астында атыңызды жазасыз. Мына жерде қарасаңыздар +86 деп біздің телефон коды шығып тұрған жоқ. Ол шығу үшін астындағы регионды дұрыстауымыз керек. Другие деп галочка қоямыз. Астынан выберите дегенді басып Қазақстанды таңдаймыз. Ары қарай өздеріңіздің облыс қалаларыңыз кетеді. Подтверждение жасадым. Енді телефон номерді жазуымыз қажет. Телефон номері мына жерде қателескен екен. Екінші аккаунтыңыздың телефон номерін жазыңыздар, шатасып қалмаңыздар. Жөндедік. Жөнделді. Енді қайтадан адресті жазамыз. Толық адресті. Почта индексін көрсетеміз. Мына жерге галочка қойып қойсаңыздар болады астына. Болды, барлық толтырды. Енді сохранить дейміз. Сақталды адрес. Енді оплатаға ашылып жатыр. Осылай адрес шығады. Используйте, себебі уже сіз өзіңіздің действующий адресіңізді толтырып қойдыңыз. Использовать деп бастық. Егер сіздерден қайта-қайта адрес сұрап өткізбей тұрса, қайтадан кері шығып, оплатаға өтесіздер. Сіздердің терген адрестеріңіз барлығы сақталып тұрады. Мұнда шығып тұр адресінің барлығы. Енді мына жердегі пунктті таңдауымыз керек. Жаңа посттың филиалының адресін таңдап қоямыз. Өз қалаңызды, үйіңізге қайсы жақын, сол филиалды көрсетесіздер. Таңдадық. Товардың құны 422 юан болған, маған скидкамен 280 юанға ғана шығып тұр. Және де мына жерде қарасаңыздар, доставкаға 7000-ға дейін скидка деп жазылған. Болды, барлығы дұрыс. Енді заказды жібереміз. Енді мына жерде бізде картаны тіркеу керек. Visa карт. Үстінен басамыз. Карта номерін, данларыңыздың барлығын толтырып шығасыздар. Подтвердить дейміз. Енді қайтадан кері жібереді сізде.
оплата әлі жасалынған жоқ. Оплата жасау үшін мына жерге картаңыздың соңғы 4 нөмірі шығып тұр ғой, сол жерге галочканы қою керек. Содан кейін барып оплата деп басамыз. $41 товар алынды. Болды достар, барлығын дұрыс жасадық, біз товарды сатып алдық. Осылай 11 күні сағат кешкі 9-ға дейін заказдарыңызды салып үлгеріңіздер.